Екінші тапсырма: екі дененің қозғалыс сызбаларына қара, олар нені білдіретінін және формулаларды түсіндір. Яғни бірінші бізде ол қуып жету. Бұл яғни V2-нің жылдамдығы аз болады, V2-нің, ал V1-дікі сәл көбірек болады. Соның V1-ден V2-ні азайтқанда олардың ол қуып жету, яғни жақ шығады. Ал екінші бізде ол жақындау. Яғни олар екі кенттен шығады, екі қаладан, ол ортасында кездеседі, яғни V2-нің жылдамдығы, V1-дің жылдамдығын қосамыз. Ал енді үшінші ол қашықтау, яғни бір-бірінен. Яғни олар бір жерден бір уақытта әртүрлі бағытқа кетеді. Ол бізде V қашықтау, V1 қосу V2. Бұл V жақындау және V қашықтау екеуі бір. Бірақ бұл мәтіндерде әртүрлі келуі мүмкін. Сондықтан бұл қандай формамен, яғни V жақпен ба, немесе V қашықтықпен ба? Соны білу керек. Бұл жақ дегенді түсінбей қалып қалмаңыздар. Бұл қуып жету болады, бірақ жақ деп жазасыздар. Еске түсірдік пе? Түсірсек жақсы болды.